Кешегі жаңалық бәрін дүр сілкіндірді. Айсажан мен Мөлдір ресми түрде бірге екенін жариялады. Бұл жаңалық әлеуметтік желіні жарды, пікір саны 2000-нан асты. Бірақ бұл тек сүйінші хабар емес, артында қаншама пікір мен шу бар. Көпшілік Айсұлтанды еске алды. Ол Мөлдірдің бұрынғы жігіті. Кейбір жанкүйерлер олардың жұбына үйреніп қалған, енді Айсажанды қабылдай алмай жатыр. Пікірлердің арасында Айсажан тұрақсыз бала, қыз көрсе жүгіре береді. Мөлдір соншалықты ақымақ емес сияқты еді, неге олай істеді? Айсұлтан красавчик, саған Мөлдір тең емес дегенде жазбалар бар. Бірі Айсажанды бабник деп сынаса, енді бірі Мөлдірге ренжіп жатыр. Желі қолданушылары арасында Мөлдірдің таңдауы қызу талқыға түсіп, Айсажан шын сүйе ме, әлде хайпа деген сұрақта қойылуда. Бірақ бір нәрсе анық. Жұрт бұл жұпты назарда ұстап отыр. Бәрі де Айсажан мен Мөлдірдің қарым-қатынасы қаншалықты шынайы екенін уақыт көрсетеді деп күтуде. Ал Айсұлтан жайлы жазбалар әлі де тоқтаған жоқ. Көпшілік оны әлі де шынайы махаббат деп есептейтін сияқты. Желіде қызу талқы тоқтар емес. Бірі, Айсажан керемет ақылды, сымбатты жігіт. Мөлдірдің таңдауы дұрыс. Екеуі де бақытты болуға лайық десе. Енді бірі, Мөлдір қатты қателесті. Айсажан тұрақсыз, наркоман екенін өзі мойындаған, деп жатыр. Кейбіреулер Мөлдірге, осы ма сонша таңдағаның? Айсұлтан әлдеқайда тәуір етеді деп өкпелі. Басқалар, адаспайтын пенде жоқ, бастысы тоқтай білу. Мүмкін бір-бірінің бақыты шығар деп жұбатып жатыр. Ал ең шулы пікірлердің бірі, Айсұлтан қуансын, Мөлдірден құтылды. Көкірек атқа соқыр ат. Мұндай пікірлер желіде толып жатыр. Кім дұрыс, кім қателесті? Бұл жұп шынымен шынайы махаббат па, әлде хайп па? Уақыт көрсетеді. Бір нәрсе анық, бұл жұп енді бүкіл елдің назарында. Желіде пікірлер толастар емес. Бірі Айсажанды мақтап, нағыз мырза. Мінезі де, түрі де келіскен. Мөлдірге осындай жігіт керек. Десе, екіншісі ашық қарсылық білдіруде. Мөлдірдің қателескені анық. Айсұлтан оны шын сүйген еді. Ал Айсажанмен бұл жай шоу. Кейбір қолданушылар Айсұлтанның жанкүйеріне айналып, Айсұлтан енді бақытты болсын. Мөлдір бағалай алмады, қазір шын бағалайтын жанын табады деп жазуда. Бірақ бір пікір бәрін төңкеріп жіберді. Екеуінің түрі жарасып тұрғанмен жүрегі жараса ма? Бақыт сыртқы келбетпен өлшенбейді. Ал ең сорақы сөздердің бірі, көтер атқа соқыр ат. Осындай теңін тапқан екен. Бәрін қызықтырған сұрақ, Айсұлтан не дейді? Ол үнсіз қалды. Бірақ көпшілік оның қайтадан шоуға келуін қалайды. Айсұлтансыз бұл шоу мәнсіз деп жазып жатыр жанкүйерлері.